Болашақ жастардың қолында. Жастар әлемі сарайында Қазақстанның барлық өңірлерінің жас көшбасшыларына арналған бағдарламаны іске қосуға арналған конференция өтті. Бұл іс-шарада біздің түсірілім тобымызда болып қайтты. Сәлем, Қарағанды. Beginner by InDrive Қазақстанның жетістікке жетем деген оқушыларына арналған әлеуметтік білім беру жобасы. Астана Хаб және InDrive компанияларының ұйымдастыруымен жүзеге асып жатқан бұл жоба оқушының бойында көшбасшылық қасиеттерді қалыптастырады. Сегодня будет проходить большое мероприятие. Бүгін InDrive Астана Хаб компанияларының Қарағанды техникалық университет және телекомды бөлімшенің ұйымдастыруымен ауқымды іс-шара өтіп жатыр. Бұл іс-шара IT саласында бойына көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыратын 10-шы сынып оқушыларына бағытталған. Себебі олар болашақ мамандығын таңдау үстінде және бүгін біз Қарағанды қаласында бұл жобаның бірінші турын өткізгелі отырмыз. Бұл жоба елімізде бірінші рет өткізіліп жатқан жоқ. Мамандар алдыңғы жылы да осыған ұқсас бағдарламалар ұйымдастырған. Бірақ осы жылы жаңа серпін алып, неше түрлі идеяларды қолданып жатыр. Жоба маманы Ерсайын Қабдырашевтың айтуы бойынша InDrive бағдарламасы Қазақстанның бірнеше өңірін қамтиды. Біздің жобамыз 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бұл іріктеу турлары. Іріктеу турлары бізде 6 өңірде өтеді. Бұл Жамбыл облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қостанай облысы, Қарағанды облысы, Павлодар облысы және де Шығыс Қазақстан облысы. Бүкіл республика бойынша біз 600 адамнан астам баланы қабылдаймыз. Балалар осы іріктеу турының аясында жоба туралы презентация естейді, жоба туралы ақпаратты алады. Содан кейін 2 тапсырма орындайды. Аналитикалық тапсырма және де психолого-диагностикалық тапсырма. Іріктеу кезеңінен өткен оқушылар 18 желтоқсаннан 22 наурызға дейін бірнеше онлайн курстарға қатысады. Барлығынан жақсы өткен 60 оқушы қазылар шешімімен Алматы қаласының бөктерінде 5 күн бойы өтетін тренингтерге шақырту алады. Ал финалдық кезең Астана қаласының Астана Хаб алаңында өтеді. Үздік 20 финалист Алматы қаласында жаңадан ашылатын инновациялық университеттің грант иегері атанады. 2025 жылы ашылатын бұл университет InDrive жобасының серіктесі. Жаңа университет InVision U деп аталады. Алматы қаласында ашылады. 2025 жылы бұл университетті InDrive компаниясы, компанияның CEO-сы Арсен Томский ашып жатыр. Бұл тегін университет болады, әлеуметтік көшбасшыларды дайындайтын. Жалпы Қазақстан өңірінің әлеуметтік проблемаларын шешу үшін осындай мамандарды дайындайды бұл университет. Жоба негізінен Қазақстан өңірлерінің ауылдық мектептеріне арналған. Бұл таңдаудың басты себебі қаладан айырмашылығы ауылдық мектептегі балалардың өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндігі аз. Десе де жоба мамандары белгілі бір мөлшерде қала оқушыларын да аламыз деп отыр. Мы видим, что в провинциальных регионах ауылдық жерде оқитын оқушылардың білім алу мүмкіндігі, өз таланттарын көрсете алу мүмкіндігі қаладағы оқушылардан әлде қайда аз екенін көріп жүрміз. Сол үшін біздің осы жобамыздың ерекшелігі қала емес аймақтық елді мекендерді қамтуымызда. Осы жылы 6 макро өңірді қамтыдық. Сәуле Мырзабаева конференция қатысушыларының бірі. Ол бұл бағдарламаны өзінің сынып жетекшісінен естіген. Сәуле бұл жобаға үлкен қызығушылықпен, сарқылмас білім мен жылы ортаны табамын деген ниетпен келгенін айтты. Бізге сынып жетекшіміз өзіміздің группамызға жүрген болатын. Және де мен айқанаттың мүшесі болғандықтан, бізге Айман Макажан деген кураторымыз бар. Сол кісіге осы туралы бізге хабар беріп, осыған тіркелу ретінде және осы жерге келу керек екені туралы мәлімет берген болатын. Бұл Beginner жобасының өзінің мақсаты көшбасшылық көзқарасты дамыту. Мен осы жерге келіп өзімді тағыра көмесе, өзім бір ашыламын деп ойлаймын. Өзім білмеген жақтарым бар шығар. Басқа жақтарды ашатын шығармын, көп достар табамын, көп плюстар. Бүгінгі таңда жоба жаһандық кеңеюге арналған және Пәкістан, Нигерия, Танзания және Оңтүстік Африка сияқты елдерде жүзеге асырылуда. Beginner жобасы жетекшісінің айтуынша жақын арада мұғалімдерді де қамту ойда бар екенін айтты. Диас Елемес, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.